Мариям үшін үйдің тыныштығы мен бақытты сәттері күйеуінің жұмыстан үйге келуімен байланысты еді. Бірақ енді ол тыныштықтың ішінде бір көзге көрінбейтін жарықшақ пайда болған. Үй сол бұрынғы үй, қабырғалар сол қалпы, ас үйдегі сағатта бұрынғыдай тықылдап тұр. Тек бір нәрсе өзгерген. Иіс. Бір кезде кешкілік есік ашылған сәтте, дәліз арқылы жайылып келетін сол таныс иіс енді көмескі, әлсіз, тіпті кейде мүлдем сезілмейтіндей. Мәриям бұны алғаш байқағанда өзіне сенбеді. Мүмкін тұмау түйіп қалған шығар деп ойлады. Ас үйге кіріп, дәмбеуіштердің иісін тексерді. Қара бұрыштың, жаңа піскен нанның иісі анық сезілді. Демек, мәселе оның иіс сезуінде емес. Сонда не өзгерді? Күйеуі Алихан бұрынғыдай кешкі жетілер шамасында келеді. Есікті ашады, аяқ киімін шешеді. Балалары жүгіріп барып мойнына асылады. Ол күледі, бірақ сол күлкінің арасында бір салқындық бар. Мәриям оны құшақтағанда бұрынғыдай терең тыныстап, кеудесіне басын қоймайды. Тек ернімен жеңіл ғана амандасып, ас үйге өте шығады. Бір кезде оның иісі Мәриям үшін әлемнің ең қауіпсіз мекені еді. Енді сол мекен бос қалғандай. Күндер өте берді. Мәриям өзін сабырға шақырды. Алихан шаршаған шығар, жұмыста қиындықтар бар шығар. Бірақ шаршау адамның иісін өзгертпейді ғой. Ол бір күні Алиханның пальтосын іліп жатып тоқтап қалды. Жеңінің тұсынан бетін жақындатты. Терең демалды. Бөтен иіс бар. Ол тым ашық емес, жұпар иісті емес, бірақ үйдің ауасынан бөлек. Алиханның өзіне тән иісінен де бөлек. Мәриямның жүрегі сол сәтте кеудесіне сыймай, бір түрлі босап кеткендей болды. Бірақ ол жыламады, дау шығармады, тек пальтосын жайлап орнына іліп қойды. Балалар бөлмесінде күліп ойнап жүр. Олардың күлкісі шынайы, таза. Мариям сол күлкіні тыңдап отырып ішінен, мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын деді. Түнде ол Алиханның жанына жатып, оның тынысын тыңдады. Бұрын осы тыныс оны ұйықтататын, енді керісінше көз ілдірмеді. Бір нәрсе айтқың келе ме деді Алихан кенет көзін ашпай. Мариям селк ете қалды. Жоқ, жай ғана деді ол сөзін аяқтай алмай. Не айту керек? Сенің иісің өзгерді деу ме? Сен бөтенсіп барасың деу ме деп ішінен қайталап жатты. Мұндай сөздер айтылған сәтте бәрі шындыққа айналатындай көрінді. Сол үшін ол үнсіз қалуды шешті. Келесі аптада өзгеріс анық сезілді. Алихан бұрынғыдай ұзақ құшақтамайды, көзге тіке қарамай, телефонын үнемі өзімен алып жүреді. Мәриям бір күні оның шидесін жуайын деп алып, кеуде тұсына қайтадан иіскеді. Сол бөтен иіс анық сезілді. Бұл жолы өзіне өтірік айта алмады. Сол кеште шай үстінде балалар мектептегі қызықтарын айтып отырды. Алихан басын изеп, тыңдағандай кейіп танытады. Бірақ ойы басқа жерде. Мәриям оны бақылап отырып, алғаш рет жүзіндегі қызғаныш емес, қорқынышты сезінді. Егер ол иіс бір жола жоғалса ше? Егер оның орнына мүлде бөтен адамның иісі орнықса ше? Сонда ол кіммен бірге өмір сүріп жатыр? Күндердің бірінде Мәриям айна алдында ұзақ тұрды. Өзіне қарады. Көзінің астында әлсіз көлеңке бар. Бірақ әлі де әдемі. Әлі де нәзік. Мүмкін мәселе менде шығар деген жыланша сырғап өтті. Ол бұрынғыдай жиі күлмейді. Алихан жұмыстан келгенде жүгіріп бармайды. Ішіндегі күдік оны тежейді. Махаббат та иіс сияқты. Бірте-бірте әлсірейді. Сезілмей қалады. Бірақ бір күні оның жоғалғанын анық байқайсың. Сол түні Мәриям түс көрді. Үйді есігі ашылады. Бірақ ішке Алихан емес, белгісіз бір көлеңке кіреді. Оның иісі мүлде бөтен, суық, бейтаныс. Мәриям балаларына құшағын қысып, сол көлеңкеден қорғауға тырысады. Бірақ көлеңке үйдің ішіне жайылып кетеді. Қабырғаға сіңеді, тіпті ауаның өзін өзгертеді. Ол оянып кеткенде жүрегі дүрсілдеп жатты. Жанында Алихан тыныш ұйықтап жатыр. Мариям баяу ғана жақындап, оның иығына бетін тигізді. Бір сәтке ғана баяғы таныс иіс сезілгендей болды. Ол көзін жұмды. Сол сәтте ұстап қалғысы келді. Бірақ иіс қайтадан көмескі тартты. Сол күннен бастап Мәриям іштей дайындала бастады. Неге екенін өзі де білмейді.
бірақ бір нәрсенің аяқталуы жақын екенін сезді. Әзірге ешқандай дәлел жоқ, ешқандай айғай жоқ, ешқандай сатқындық жоқ, тек иіс және жүрек. Мәриям сол кешті ешқашан ұмытпайды. Сыртта қар ұшқындап тұрған, терезеге жабысып, баяу еріп, қайта мұзға айналып жатқан аппақ түйіршіктер үйдің ішіндегі жылылыққа қарсы күресіп тұрғандай еді. Үй іші тыныш, балалар ұйықтаған, сағат түнгі 11-ден асқан. Алихан әлі жоқ. Бұрын мұндай кешігулер сирек болатын, ал қазір жиілеп кеткен. Әр жолы бір сылтау. Жиналыс, жұмыс, клиент, есеп. Мәриям дастарханды жинап болып, бос орындыққа ұзақ қарап отырды. Сол орындықта Алихан отыратын. Сол жерде ол бір кезде шайын ашықпай ішіп, күнін әңгімелейтін. Қазір ол орындық бос. Бірақ одан да бос. Олардың арасындағы бір нәрсе. Есік сықырлап ашылғанда Мәриям селк ете қалды. Алихан кірді. Үстінде қара пальто, бетінде әлсіз шаршау. Бірақ көзінде бір түрлі жылтыл. Бұрын байқалмаған, бөтен бір жарық. Ұйықтамадың ба, деді ол жай ғана. Күттім, деді Мәриям. Алихан пальтосын шешіп, ілгіш келді. Сол сәтте иіс. Бұл жолы анық, жасырын емес, көмескі емес, бөтен әйелдің иісі. Ол тәтті, жылы, бірақ Мәриям үшін күйдіріп жіберердей ащы. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай. Бірақ жүзі өзгермеді. Ол тек тынысын баяулатып, сол иісті толық сезініп үлгергісі келгендей көзін жұмды. Иіс ешқашан өтірік айтпайды. Тамақ ішесің бе, деді ол қалыпты дауыспен. Жоқ, деді Алихан. Кешкі ас болды. Қайда, кіммен? Деген сұрақтарды қойғысы келді. Бірақ бұл сұрақтар тамағына тығылып шықпай қалды. Сол түні Алихан душқа ұзақ түсті. Судың сылдыры түн тыныштығын жарып, бір түрлі мазасыз әуенге айналды. Мәриям төсекте отырды. Оның қолы дірілдеп тұр. Ол жылағысы келеді, бірақ көзінен жас шықпады. Өйткені күдік жылаудан ауыр. Алихан жуынған соң бөлмеге таза сабынның иісімен кірді. Бірақ Мәриям жақсы біледі. Сабын бөтен иісті жоя алмайды. Тек бүркемелейді. Ол жанына жатты, арқасын беріп. Бұрын олар бір-біріне қарап ұйықтайтын. Қазір араларында үнсіз қабырға бар. Мәриям көзін ашық күйде жатты. Оның ішіндегі бір нәрсе баяу сынып жатты. Дыбыссыз, шытырламай, тек жанның ішінде. Келесі күн ол шешім қабылдады. Дәлел керек емес. Жүрек сезді, жеткілікті. Бірақ ақиқатпен бетпе-бет келмейінше жан тынышталмайды. Алихан таңертең әдеттегідей жұмысқа кетті. Мәриям терезеден оның артынан қарап тұрды. Бұрын ол сәт махаббатқа толы болатын. Қазір қоштасуға ұқсайды. Ол телефонын алды. Қолдары салқын, жүрегі ауыр. Алиханның көліндегі навигатор қосымшасын ашты. Ол бұрын мән бермеген, бірақ бір күні Алихан өзі орнатып, ыңғайлы деп көрсеткен еді. Соңғы бағыттар бір мекенжай қайта-қайта қайталанады. Қала шетіндегі жаңа тұрғын үй кешені. Мәриямның тынысы тарылды. Күннен күйген шақта ол сол мекенжайға барды. Ауа суық, бірақ оның ішіндегі суық одан да өткір. Жаңа салынған үй, ақ қабырғалар, үнсіз подъезд. Ол көлігін алысырақ қойды. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей дүрсілдейді. Сол сәтте таныс көлік келіп тоқтады. Алихан. Ол көліктен түсті. Асықпай, еркін. Бірнеше секундтан кейін подъезд есігі ашылды. Одан жас әйел шықты. Ұзын шаш, жеңіл пальто, еркін күлкі. Ол Алиханға жақындады. Және құшақтады. Бұл құшақ қысқа емес, досқа тән емес, жақын, иелік еткендей. Мәриямның көзі бұлдырлап кетті. Бірақ ол қарауын тоқтатпады. Алихан сол әйелдің шашынан бетін тигізді. Сол сәтте жел бағытын өзгертті. Машинаның ішіне дейін жеткен иіс. Сол иіс. Енді ол нақты кімге тиесі екенін білді. Мәриям айғай салмады, жүгіріп бармады, қоңырау да шалмады. Ол тек үнсіз отырды. Өйткені кейбір сатқындық айғаймен емес, үнсіздікпен өлшенеді. Ол үйге қайтқанда жол бойы бір ғана ой мазалады. Мен қашаннан бері жалғызбын? Мүмкін бүгін емес. Мүмкін сол иіс алғыш өзгерген күннен.
Кешкі Әлихан үйге әдеттегідей келді. Бүгін ертерек келдің ғой, деді Мариям жай ғана. Я, жұмыс аз болды. Жалған. Сөздері қысқа, бірақ салмағы ауыр. Мариям оған қарады. Бір кезде ол осы адамды шексіз жақсы көретін. Оның иісін әлемдегі ең қымбат хош иіс деп санайтын. Қазір сол иіс жүрегін тіліп түсетініне дәлел. Әлихан, деді ол баяу. Иә, сен бақыттысың ба? Әлихан тосылып қалды. Неге олай сұрадың? Марихан жымиғандай болды. Бірақ ол жымиыс шаршаған жанның соңғы күші еді. Жай ғана білгім келді. Өйткені егер ол бақытсыз болса, онда Мариям бұл үйде артық адам. Сол түні Мариям түсінбеді. Ауырғаны махаббат па, әлде өзінің алданғандай сезіну ме? Бірақ бір нәрсе анық білді. Сатқындық кенеттен болмайды. Ол алдымен иіс болып келеді. Сосын суықтыққа айналады. Сосын жүректегі орын босап қалады. Ал бос орын ең қауіптісі. Сол күннен кейін Мариям айғайламады, жыламады, сұрамады. Ол тек бақылауды үйренді. Үй баяғы қалпында. Таңертең балалардың күлкісі, мектепке жиналу, асығыс шай, кешкі ас, жуылған киімдердің иісі, барлығы өз орнында. Тек Мариямның ішіндегі бір нәрсе орынды емес. Ол енді Әлиханның көзінен жауап іздемейді. Оның телефонына қарамайды. Кешігулерін есептемейді. Өйткені шындықты бір рет көрген адам дәлел жинамайды. Ең қиыны махаббаттың бір күнде өшпейтіні. Ол әлде кей сәттерде Әлиханға қарап отырып, баяғы жылылықты есіне түсіреді. Сол иіс, сол қауіпсіздік, сол сенім. Бірақ енді ол естелік қана. Ал естеліктің иісі болмайды. Мариям бір күні шкафты реттеп отырып, өзінің көне көйлегін тауып алды. Әлихан алғаш сыйлаған көгілдір көйлек. Ол көйлекті киген күні өзін әлемдегі ең бақытты әйел сезінген еді. Сол кеште Әлихан оны ұзақ құшақтап, шашына бетін көміп, терең дем алған. Қазір сол көйлекті қолына ұстап тұрып, Мариям түсінді. Иіс өзгерген кезде, сезім де өзгерген. Ол көйлекті қайта бүктеп, ең түбіне салып қойды. Өткенді де солай бүктеп, жүрегінің түбіне орналастырғысы келді. Мариям дайындала бастады. Бірақ ешкім байқамады. Ол бұрыннан істеп жүрген аударма жұмыстарын қайта жандандырды. Түнде балалар ұйықтаған соң ноутбугын ашып, ұзақ отырып жұмыс істейтін болды. Көздері шаршайды, бірақ жаны сергек. Әр тапқан табысын бөлек есеп-шотқа жинады. Бұл кек емес, бұл қорған. Ол енді Әлиханға тәуелді болғысы келмеді. Өйткені тәуелділік сатқындықтың ең ауыр салдары. Үйдегі иістер де өзгерді. Мариям бұрынғыдай оның пальтосын иіскемейді. Оның жейдесін жуған кезде сезімін қоспайды. Киім жай ғана мата, иіс жай ғана химия. Бірақ кейде түн ортасында Әлихан терең ұйқыға кеткенде, Мариям баяу оған қарап жатады. Бұл адам оның балаларының әкесі, бір кезде жүрегінің жалғыз иесі болған адам. Енді ол бөтен. Бөтендік айғаймен келмейді екен. Ол бір күні оянып, жанында жатқан адамды танымаудан басталады. Көктем келді, қар еріп, жердің иісі шықты. Терезені ашқанда дымқыл топырақтың иісі үйге толды. Бұл иіс жаңа бастаманың иісі еді. Мариям сол иісті ішіне терең тартып, алғаш рет еркін тыныстағанын сезді. Ол шешім қабылдаған. Бірақ оны айтуға асықпайды. Өйткені кей шешімдер айтылғанда емес, іштей толық пісіп жетілгенде ғана шын мәнінде күшті болады. Әлихан ештеңе сезбегендей, мүмкін оған бәрі бір қалыпты көрінетін шығар. Үй бар, балалар бар, тамақ дайын, тыныштық бар. Ер адамдар кейде тыныштықты бақыт деп ойлайды. Ал әйелдің үнсіздігін кешірім деп қабылдайды. Мариям кешірмеген еді. Ол жай ғана босатқан ішінен. Бір кеште ол айналдында ұзақ тұрды, өзіне қарады. Көзінде бұрынғы аңғалдық жоқ, бірақ әлсіздік те жоқ. Оның орнына сабыр бар. Ауыр, салмақты сабыр. Ол енді қорықпайды. Сатқындық алғаш білінгенде қорқынышты болады. Кейін ол шындыққа айналады. Ал шындықпен өмір сүруге болады. Мариям чемодан сатып алды. Үлкен емес, қарапайым. Оны шкафтың жоғарғы сөресіне жасырмады.
керісінше көзге көрінетін жерге қойды. Бұл өзіне белгі. Жаздың алғашқы ыстық күні. Алихан кезекті жұмысына кеткен. Мариям балаларды алып саябаққа барды. Балалардың күлкісі, балмұздақтың тәтті иісі, күнге қызған ағаштың иісі бәрі тірі. Сол сәтте ол анық түсінді. Оның өмірі бір адамның иісіне байланбау керек. Ол алдымен ана. Ол әйел. Ол өз алдына тұтас адам. Алихан оның тағдыры емес, тек бір тарауы. Үйге оралған соң Мариям шкафты ашты. Киімдерін жайлап жинай бастады. Әр бүктеген сайын жүрегі жеңілдей түсті. Бұл қашу емес. Бұл шығу. Ол ешқандай хат қалдырмады. Айғай шығармады. Драма жасамады. Тек бір күні Алихан үйге келгенде бұл үйде Мариям болмайды. Сонда ғана ол иістің жоғалғанын толық сезеді. Сонда ғана бос үйдің ауасының өзінің күнәсін аңғарады. Ал Мариям сол кезде жаңа пәтердің терезесін ашып, таза ауаны ішіне татып тұрады. Өйткені кейбір махаббат иіс сияқты жоғалған соң ғана оның қадірін түсінесің. Ал кейбір әйелдер үнсіз кетеді, бірақ мәңгіге. Сол кеште Алихан үйге әдеттегіден ертерек келді. Күнәлі толық батпаған аспан қызғылт сары түске боялып, қаланың үстінде баяу сөніп бара жатты. Ол көлігін тұраққа қойып подъезге кірді. Ішінде ешқандай күдік жоқ. Кәдімгі күндердің бірі сияқты. Есікті ашқанда оны алдымен тыныштық қарсы алды. Бұл үйде тыныштықтың өзіні болатын. Балалардың жүрген дыбысы, ас үйдегі ыдыстың сыңғыры, Мариямның баяу қимылы. Қазір ештеңе жоқ. Ол аяқ киімін шешіп ішке өтті. Ас үй тап-таза, стол үстінде ештеңе жоқ. Пеш суық. Ауада тамақтың иісі де сезілмейді. Алихан бір сәтке тоқтап қалды. Үйдің иісі өзгерген. Бұрын бұл кеңістікте Мариямның иісі болатын. Жаңа жуылған кірдің, пісіп жатқан бәліштің, оның шашының жеңіл иісі бәрі араласып бір жылылық беретін. Қазір ауа бос. Ол бөлмелерді аралап шықты. Балалар бөлмесінде ойыншықтар жоқ. Сөрелердің үсті сирек. Киім шкафының есігі ашық қалыпты. Іші жартылай бос. Жатын бөлмеге кіргенде ғана жүрегі шым етті. Мариямның киімдері жоқ. Шкафтың бір жағы бос кеңістік. Сөрелердің үстінде тек бірнеше ілгіш қана тербеліп тұр. Терезеден кірген жел оларды баяу қозғайды. Металл сыңғыры тым анық естіледі. Сол сәтте Алихан алғаш рет кеудесінде бір суықтықты сезді. Бұл ашу емес, бұл таңырқау да емес. Бұл кеш түсінген шындықтың салқыны. Үйдің ішінде оның иісі ғана қалды. Бірақ енді ол иіс бөтен секілді. Қуыс, мағынасыз. Ол диванға отырып айналасына қарады. Осы үйде ол өзін еркін сезінетін, тыныш, қамқорлыққа бөленген. Ал қазір сол қамқорлықтың иесі жоқ. Және ол алғаш рет ойланды. Мариям қашаннан бері осылай үнсіз кеткен? Сол уақытта қаланың басқа шетінде Мариям терезені ашып тұрды. Жаңа пәтер кішкентай, қабырғалары ақ, бөлмелері бос, бірақ ауасы таза. Жаздың кешкі самалы пердені баяу тербейді. Көшеден балалардың күлкісі естіледі. Бөтен аула, бөтен дыбыс, бөтен иістер. Ол терең тыныс алды. Бұл иісте өткеннің көлеңкесі жоқ, күнә жоқ, күдік жоқ, тек белгісіздік бар. Балалар жаңа бөлмелерін қызықтап жүр. Олардың дауысы осы бос кеңістікті толтырып жатыр. Олар үшін бұл шытырман, жаңа бастама. Мариям соларға қарап тұрып, өз шешімінің дұрыстығына көз жеткізгендей болды. Жүрегі ауыр ма? Я, өйткені махаббат бір күнде өшпейді. Ол әлде Алиханның кейбір қылықтарын, бір кездегі жылы құшағын, бұрынғы иісін есіне түсіре алады. Бірақ ол иіс енді тек естелік, ал естелікпен өмір сүрмейді. Алихан ас үйге қайта кірді. Тоңазытқышты ашты. Іші бос емес, бірақ бір түрлі суық, тәртіп бар. Артық ештеңе жоқ. Дәл Мариям сияқты артық сөзсіз, артық айғайсыз кеткен. Үстел үстінде бір ғана қағаз жатыр. Қысқа. Суық емес, бірақ шешімді. Онда айыптау жоқ, кінәлау жоқ. Тек бір сөйлем. Мен өзімді жоғалтқым келмейді. Алихан сол сөйлемге ұзақ қарады. Ол енді ғана түсінгендей болды. Мариям оның сатқындығын сезген сәттен бастап емес,
өз құнын жоғалта бастаған сәттен бастап алыстаған. Үйдің ішіндегі ауа ауырлап кетті. Бұрын ол басқа елдің иісін өзімен бірге әкелгенде бұл үй бәрібір оны қабылдайтын. Өйткені Мәриям бар еді. Енді үй ештеңе жасырмайды, бос кеңістік шындықты күшейтіп жіберді. Мәриям түнде балалар ұйықтаған соң жалғыз отырды. Қолында шай, терезе ашық. Ол алғаш рет өз тынысын анық естіді. Бұрын бұл тыныс үнемі біреудің ырғағына бейімделетін. Енді еркін. Жанында ешкім жоқ. Бірақ ол өзін жалғыз сезінбеді, керісінше тұтас. Сатқындық оны сындырмады. Ол тек оятты. Иіс арқылы басталған күдігі оны үнсіз шешімге алып келді. Ал шешім оны жаңа өмірге шығарды. Сол түні екі бөлек терезенің алдында екі бөлек адам тұрды. Бірі бос үйдің ішінде кеш түсінген өкінішпен, бірі шағын пәтердің ішінде ауыр, бірақ таза еркіндікпен. Араларында енді ортақ еш жоқ, тек өткеннің әлсіз ғана елесі. Ал өмір алға қарай жылжып бара жатты. Бос үй алғашқы күндері Алиханға уақытша көрінді. Ол бәрі орнына келеді деп ойлады. Бұл реніш, бұл қорқу, бұл уақытша кету. Әйелдер кейде осылай істейді деп өзін жұбатты. Бірақ үшінші күн өткенде үйдің қабырғалары өзгере бастады. Таңертең оны оятатын дыбыс жоқ, ас үйден шыққан шайдың иісі жоқ, балалардың дауысы жоқ. Тіпті еденнің сықыры да қаттырақ естіледі. Үйдің ішінде өз адамының үні ғана шыңғырады. Ол жұмыстан кеш қайтты. Әдеттегідей. Бірақ енді кешігудің мәні жоқ еді. Ешкім күтпейді, ешкім терезеден қарамайды. Пальтосын шешіп тұрып, кенет тоқтап қалды. Бұрын ол осы үйге бөтен иіс әкелген. Сол иіс Мәриямның жанын ауыртқан ол енді түсінгендей. Қазір оның үстіндегі иіс ешкімге әсер етпейді. Өйткені бұл үйде оны сезетін адам жоқ. Өкініш деген бір сәттік жарқыл емес екен. Ол баяу сіңеді. Алғашында білінбейді, кейін тынысыңды тарылтады. Алихан кешке жатын бөлмеге кіргенде төсектің бір жағы үнемі бос тұрады. Сол бос орын көзге көрінген сайын жүрегіне салмақ түседі. Ол бір кезде Мәриямның жанында жатса, одан алыстап кеткен еді. Енді арақашықтық нақты метрмен өлшенеді. Бірақ шын қашықтық одан әлде қайда терең. Ал Мәриямның жаңа өмірі сырттай қарағанда қарапайым еді. Таңертең балаларын мектепке апарады, өзі жұмыс істейді, үй жинайды, тамақ дайындайды, барлығы бұрынғыдай. Тек ішкі күйі басқа. Алғашқы аптада түндер ауыр болды. Жаңа бөлмеде ұйқысы жиі бөлінді. Үнсіздік басқа, тыныс емес. Кейде өткеннің елесі кіріп кеудесін қысатын. Бірақ әр таң атқанда терезеден түскен жарық оған бір нәрсені дәлелдейтіндей еді. Ол тірі, ол мықты, ол өз таңдауымен осында. Бір күні ол шашын қысқартты. Айна алдында ұзақ отырып, қайшы тиген әр тал шашпен бірге өткеннің бір бөлігін кесіп тастағандай сезінді. Бұл кек емес, бұл жаңару. Ол енді өзіне көбірек уақыт бөле бастады. Кітап оқыды, жұмысын кеңейтті, бұрын армандаған онлайн курсты ашты. Өз даусының қайта оралғанын байқады. Махаббаттан кейін бос кеңістік қауіпті, бірақ сол кеңістікке өзіңді толтырсаң, ол күшке айналады. Алихан бір күні балаларды көруге келді. Есікті Мәриям ашты. Олар бір сәтке үнсіз тұрды. Бұрынғыдай иіс жоқ, бұрынғыдай діріл жоқ. Мәриямның көзінде жас та, ашу да, түк жоқ. Тек сабыр. Алихан алғаш рет оны сырт көзбен көргендей болды. Ол өзгерген. Сыртта емес, ішінен. Ол бұрын үйдің ішіндегі жылылық еді. Қазір өз алдына тұтас әлем сияқты. Алихан сол сәтте кешкен анық сезді. Сатқындықтың ең ауыр салдары жоғалту емес, қайтара алмайтыныңды түсіну. Уақыт өте берді. Алихан әлгі әйелмен кездесуді доғарды. Бір кезде құмарлық болып көрінген нәрсе енді мағынасыз сезілді. Ол әйелдің иісі енді өзіне де жасанды көрінді. Өйткені ол иісте тереңдік жоқ еді, тек уақытша қызығу. Ал Мәриямның иісі үйдің, тұрақтылықтың, шынайылықтың иісі еді. Кейбір шындық кеш түсінеді. Мәриям бір кеште балалар ұйықтаған соң терезе алдында отырды. Жаңбыр жауып тұр, ауа салқын. Ылғал
иіс бөлмені толтырған. Ол өткенді ойлады, Алиханды ойлады, бірақ жүрегі бұрынғыдай ауырмайды. Сатқындық оны сындыра алмады. Ол енді біреудің иісіне сәуелді емес. Егер бір күні өмірінде басқа адам келсе, ол қорқынышпен емес, таңдаумен келеді. Өйткені Мәриям енді өзін жоғалтпайды. Ал Алихан бос үйде отырып кешкі ауаны жұтты. Үйдің иісі өзгермейді. Өйткені кейбір иістер адаммен бірге келеді. Және оларды қайтару мүмкін емес. Күз ерте түсті. Жаздың соңғы жылы лебі бір күнде суып кеткендей, таңғы ауадан дымқыл жапырақтың иісі пайда болды. Мәриям балаларды мектепке дайындап жүр. Олардың үстіне жемпір кигізді. Ұлдары оның мойнынан құшақтап шашынан сүйді. Сол сәтте ол баласының иісін терең жұтты. Балаларының иісі ең шынайы иіс. Онда алдау жоқ, екі ұштылық жоқ. Сол күні мектептен қоңырау келді. Кіші ұлы дене қызуымен медпунктке түскен. Мәриям бәрін тастап жүгіріп барды. Дәліздің ішінде дәрі иісі, дымқыл еденнің иісі, баланың ауырған тынысы, бәрі оның жүрегін қысып жіберді. Ұлы төсекте әлсіз жатыр, көздері мұңды. Әкем келді ме? Деді. Әлсіз ғана. Мәриямның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Балалар ештеңе ұмытпайды. Олар ата-анасының арасындағы жарықты да, көлеңкені де сезеді. Мәриям Алиханға хабар берді. Ол тез келді. Мектеп дәлізінде олар алғаш рет ұзақ уақыттан кейін бір кеңістікте тұрды. Араларында бұрынғыдай қабырға жоқ сияқты. Бірақ жақындық та жоқ. Оларды біріктіріп тұрған төсектегі кішкентай дене. Алихан ұлының жанына отырғанда оның жүзіндегі қорқынышты анық көрді. Әке жүрегі кеш оянса да оянады екен. Ол баласының маңдайынан сүйді. Сол сәтте бөлмедегі таныс иіс тарады. Әкенің иісі. Мәриям сол иісті сезді. Бұл жолы жүрегін тілмеді, тек естелік сияқты өтті. Ауру бірнеше күнге созылды. Дәрігерлер демалыс пен бақылау керек деді. Баланы бір апта қадағалау қажет. Алихан ұсыныс жасамады, бірақ үнсіз көмекке келді. Кешкі дәрі әкелді, таңертең мектептегі тапсырмаларын орындауға көмектесті. Кейде ас үйде үндемей отырып, баласының жөтелін тыңдайды. Мәриям оны күн сайын сыртынан бақылап жүрді. Бұл басқа Алихан еді. Құмарлыққа ерген, өзіне сенімді, бәрін бақылауда ұстайтын еркек емес. Бұл жоғалту қаупін сезінген әке. Балалар кейде оларды бір үстелге жинап қояды. Ауру баланың көңілін көтеру үшін бәрі бірге тамақ ішеді. Үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес, бірақ абай. Балалар бір күн әлсіз дауыспен: "Біз бұрынғыдай бірге тұрмаймыз ба?" деп сұрады. Сол сұрақ ауаны ауырлатып жіберді. Мәриям баласының көзінен үмітті көрді. Алихан да көрді. Балалар үшін махаббат бір шаңырақтың астындағы иіс. Олар бөлінуді түсінбейді. Олар тек сағынады. Күздің жаңбыры жиіледі. Аурудан кейінгі әлсіздік баланың көңіл күйіне әсер етті. Ол бұрынғыдай ашық күлмейді, сабақтан шаршап келеді. Психолог ата-ананың ажырасуы балаларға ауыр тиеді дегенде, Мәриям жүрегінің бір түпкірі шым етті. Ол өз шешіміне өкінбейді, бірақ аналы жүрек әрбір кезде бәрібір сыздайды. Бір кеште балалар ұйықтап қалған соң Алихан терезе алдында ұзақ тұрды. Мәриям ас үйде үнсіз отырды. Олардың арасында енді айғай жоқ, бірақ айтылмаған сөз көп. Балалардың әлсіз тынысы екі бөлмені байланыстырып тұрғандай. Алихан алғаш рет шынайы қорқынышты сезінді. Ол тек әйелін емес, толыққанды әкелік бейнесінде жоғалтып бара жатқанын. Сатқындық ерлі зайыптылардың арасын ғана бұзбайды. Ол баланың әлемінде жарып өтеді. Мәриям сол түні ұйықтай алмады. Ол терезеден жаңбырды тыңдап отырды. Өз шешімін қайта саралады. Ол кеткенде өзін сақтап қалды. Бірақ балалардың жүрегінде қандай із қалдырды? Өмірде кей таңдаулар таза болмайды. Олар дұрыс болуы мүмкін, бірақ ауыр. Таң атқанда үй ішінде дәрінің жеңіл иісі, шайдың буы, балалардың баяу қимылы бәрі араласып кетті. Бұл көрініс бұрынғы отбасының көлеңкесін еске салды. Бірақ көлеңке шын бейне емес. Енді сұрақ басқа еді. Балалар үшін қайта оралу керек пе? Әлде олардың шындықпен өмір сүруге үйрету керек пе? Мәриям терең тыныс алды. Ол енді әлсіз әйел емес, бірақ ана жүрегі әлі де жұмсақ. Ал Алихан сол күні алғаш рет түсінді.
Махаббатты жоғалту бір бөлек, балалардың сенімін жоғалту одан да ауыр. Балалардың сырқаты басылғанмен үйдің ішіндегі ауа толық тазармады. Кіші ұлы кейде түнде оянып әкесін сұрайды. Үлкені үндемейді, бірақ сурет салғанда 3 адамды емес, 4 адамды бір үйдің астына орналастырады. Балалар әлемді иіспен таниды. Олар үшін отбасының иісі бірлік. Мәриям мұны көріп жүрді, бірақ ол жүрегін қайта алдамады. Бір кеште ол Әлиханмен ұзақ сөйлеспей-ақ шешімді анық етіп жеткізді. Дауысын көтермей, кінә артпай, ол тек шындықты айтты. Сатқындық бір рет жасалған қателік емес, ол сенімнің түбіне жеткен жарық екенін айтты. Ал сенім жамалмайды, тек қайта сыналады. Бірақ ол үшін екі адам бірдей ниетпен көрісуі керек. Әлихан тыңдады. Алғаш рет қорғанбай, алғаш рет ақталмай, ол өзін кінәлі сезінді. Бірақ кеш. Түсінгенім сезім, өткенді өзгертпейді. Мәриям қайта оралмайтынын айтты. Бұл шешім кек емес екенін де түсіндірді. Ол оны жек көрмейді, бірақ жанында тұрып өзін жоғалтқысы келмейді. Балалар үшін оралу жау болмайды. Бірақ ерлі зайыпты болып қала алмайды. Әлихан сол сәтте түсінді. Кейбір әйелдер айғайлап кетпейді, олар тыныш кетеді. Ал тыныш кеткен адам қайтып келмейді. Күздің соңғы айы, құжаттар рәсімделді. Заңды түрде жолдары екі айырылды. Бұл процесс айғайсыз өтті. Ешкім ешкімді масқараламады, балалардың көзінше жыламады. Бірақ әр қол қойылған парақ бір дәуірдің жабылғанын білдірді. Әлихан бос үйге көшіп, шағын пәтерге орналасты. Өмірі қысқарғандай сезілді. Кеңістік тарылды, дыбыс көбейді, тыныштық сиреді. Ал Мәриямның пәтері баяу жылына бастады. Перделер ауысты, қабырға жаңаға сүйретілді. Ас үйге гүл қойылды, үйдің иісі өзгерді. Бұл иісте енді қорқыныш жоқ. Уақыт ең әділ шешім. Бірнеше ай өткен соң балалар екі үйдің арасында еркін жүре бастады. Әкесіне барғанда қуанады, анасына келгенде құшақтайды. Олар енді екі бөлек кеңістіктегі махаббатты сезінуді үйренді. Бұл бұрынғыдай емес, бірақ шынайы. Әлихан бір күні балаларды шығарып салып тұрып, Мәриямға ұзақ қарады. Оның жүзінде өкініш бар, бірақ үміт жоқ. Ол енді түсінді. Махаббатты ұстап тұру үшін адалдық керек. Ал адалдық жоғалған жерде тек кешірім жеткіліксіз. Ол бұрын иіскерді, құмарлыққа сенді. Уақытша сезімді шындық деп қабылдады. Ал шындық үйде қалған екен. Мәриям бір көктемгі күні терезені ашты. Жаңа жапырақтың иісі бөлмеге кірді. Балалар сабақтан күліп оралды. Үй тірі. Ол айнаға қарады. Көзінде шаршау жоқ, өкініште, тек тыныштық. Ол енді біреудің көлеңкесінде тұрған әйел емес. Ол өз кеңістігінің иесі. Сатқындық оны құлатпады. Ол оны оятты. Махаббат аяқталды. Бірақ өмір аяқталған жоқ. Жылдар өткенде балалар бұл кезеңді ауыр естелік ретінде емес, ата-анасының шындықты таңдаған сәт ретінде есіне алады. Өйткені кейде отбасы бірге қалу арқылы емес, бір-бірін құрметтеу, бөлек кету арқылы сақталады. Ал иістер, кей иістер мәңгі есте қалады, бірақ адам сол иіспен өмір сүруге міндетті емес. Мәриям бір күні тағы да махаббатты кездестірер. Бірақ бұл жолы өзін жоғалтпай. Әлихан да өмірінің сабағын ұмытпайды. Өйткені бос үйдің иісі адамды көп нәрсеге үйретеді. Ал сол бір кезде бәрін өзгерткен иіс енді тек өзінің өткеннің әлсіз елесі ғана.